намазхандардың 80% алаяқ дейді. Сіздер осы пікірге, осы сөзді қалай қарайсыздар? Астына өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Иә, мен де бұл сөзді естіген кезде ешқандай таңғалған жоқпын. Өйткені біздің қоғамда болып жатқан неше түрлі ақиқат, шындықтар бар. Жүрегің ауырса да, жаның қиналса да, бұл қоғамның шындығы. Мына нәрсе. Бірақ біз мына нәрсені түсініп алайықшы, құрметті бауырлар, әпке қарындастар. Алаяқтық деген сөзді айтылды ғой енді. Осы алаяқтық деген сөзді сәл талқылайықшы. Алаяқтық деген сөзді кімге қаратып айтамыз? Яғни кімге айтамыз? Сен алаяқсың деген сөзді. Біріншіден, өтірік сөйлеген адамға, бізге өтірік айтқан адамға алаяқ деп айтамыз ба? Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, ұрған адамды айтамыз ба? Немесе уәдеде тұрмаған адамды айтамыз ба? Немесе тағы қандай? Өздеріңіз айта беріңіздер. Демек, бұл алаяқтық деген сөз әлі түсініксіз деп ойлаймын. Енді алаяқтық деген сөзді күнә жасаған, қателескен, немесе айтқан сөзі мен іс-әрекеті сәйкес келмейтін адамды алаяқтық деп айтатын болсақ, онда былай нәрсе. Тыңдап алыңыздар. Жаңағы намаз оқымайтын адамдар, намаз оқымайтын кісілер, діннен сәл алыстау адамдар, дін жолында жүрген, сақал қойып, тақия киіп, мешітке барып, намазын оқып, немесе орамал тағып жүрген адамдарды, яғни адамдарды екіге бөліп қарастырып жатыр ғой. Намаз оқитын, немесе намаз оқымайтын. Сол намаз оқымайтын адамдар бірінші топ. Екінші топ, яғни дін жолында жүрген адамдарды намазхандардың, намаз оқып жүргендердің 80% алаяқ деп айтты ғой. Мен айтам, намаз оқымайтындар намазхандарды алаяқ деп айтатын болса, намаз оқымайтындар да тура сол сияқты алаяқ. Өйткені намаз оқитындар өтірік айтады, намаз оқитындар зина жасайды, намаз оқитындар күнә жасайды, намаз оқитындар сөзі мен ісі сәйкес келмейді, намаз оқитындар осындай. Айта беріңіздер, бәрін айта беріңіздер. Тура сол сияқты намаз оқымайтындардың ішінде де бар. Олар мүлдем күнә жасамайды, мүлдем қателеспейді. Ойбай, барлығы керемет деп айтсақ, бұл шынымен де өтірік болып қалады. Өйткені намаз оқымайтындардың ішінде де өздеріңіз білесіздер, көріп жүрсіздер, неше түрлі күнә жасайды. Сондықтан енді алаяқтық деген сөз енді жаңағы кейбір адамдардың ар намысына тиюі мүмкін, өкпесін, ренішін оятуы мүмкін. Жалпы айтқан кезде Мұхаммед пайғамбарымыз Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын сөзін айтатын болсам, ол кісі былай деп айтады. Пайғамбарымыз айтады: "Күллі бәни адама хаттаун" дейді. Бүкіл адам баласы қателеседі дейді. Бүкіл адам баласы, кез келген адамның баласы қателеседі. Мен де, сен де, пенде. Барлығымыз адамның баласымыз. Қазақ адам айтады ғой, жаңылмайтын жақ жоқ, сүрінбейтін тұяқ жоқ дейді. Бүгін қателеспесек, ертең қателесеміз. Ертең қателеспесек, оның арғы күні міндетті түрде қателесеміз. Өйткені біз адамбыз. Сонда жаңағы біздің қоғамдағы адамдар, намаз оқитын адамдардың сөйлеген кезде күшті сөйлейді, киінген кезде күшті киінеді, жаңағы дінді жамынып, орамал тағып, тақия киеді деген сияқты. Намаз оқитындар намаз оқымайтындарға кәпір, намаз оқитындар намаз оқымайтындарға бейнамаз, намаз оқитындар намаз оқымайтындарды жамандап, кемсітіп, жаңағы тозаққа түсіп кетесің, сен шайтансың деп жаңағы бөліп қарастырып, оларға неше түрлі ауыр сөз айтқаннан кейін, намаз оқымайтын немесе діннен алыс жүрген адамдардың бір өкпе ренішінен туындаған сөз деп ойлаймын. Шынымен де намаз оқитындардың ішінде, мен сіздерге айтайын, намаз оқитындардың ішінде өтірік айтатындар көп. Намаз оқитындардың ішінде арақ ішіп, темекі тартып, зина жасап, ойнастық жасап, орамал тағатын қыздардың ішінде де жаңағы Алла сақтасын жаман жолға кетіп бар, жоқ деп айтпаймыз. Бірінші кезекте біз мына нәрсені түсіну керекпіз. Ол орамалға жетіп алған болуы мүмкін. Орамалға жетіп алған болуы мүмкін. Яғни хиджаб кию мүмкін, орамал тағу мүмкін. Немесе кейбір бауырларымыз сақал қойып алған болуы мүмкін, тақия киіп алған болуы мүмкін, немесе намаз оқу мүмкін. Бірақ ода білім жоқ, тақуалық жоқ, Құдайдан қорқу мәселесі, білім мәселесі ода әлсіз немесе аз. Сол себепті ол нәпсі деген бәрімізде бар. Дүниеге деген құмарлық бар. Еркектің әйелге деген құмарлығы бар. Әйелдің еркекке деген құмарлығы бар. Ақшаға деген, дүниеге деген, атаққа деген құмарлық бар. Осы құмарлықтар, яғни нәпсінің азғыруы, немесе шайтанның азғыруы рөл ойнаған кезде, намазыңда, орамалыңда, сақалыңда, тақияңда ешқайсы, намазыңда ешқайсы көмектеспейді. Сөйтіп күнәға түседі. Дін жолда жүрген адамдардың күнәға түсіп кетуін көрген мына халық намазхандар алаяқ деп жатыр. Өйткені молданың айтқан істе деген екен да.
молданың айтқан істе, істегенін істеме дейді. Қазақ әдемі айтқан. Сондықтан құрметті жаңағы халайық, намаз оқымайтын, діннен асып жүрген халайық. Әлбетте енді Құдайға сенеміз, пайғамбарға сенеміз, дініміз ислам, кітабымыз Құран, жүрегімізде иман бар деп айтамыз, дұрыс, ешкім жоққа шығарып жатқан жоқ қой. Енді сол жаңағы намаз оқып жүрген адамдарға деген реніш қой енді. Сен істеген ісің мынау, айтып жүрген сөзің мынау. Енді не болды енді сен? Өзің былай айтасың, істеген ісің былай. Бұл дұрыс емес қой. Бұл таза алаяқтық қой, бұл оңбағандық қой енді. Сен ең бірінші жаңағы дінге, Аллаға, оның дініне, кітабына, пайғамбарға кір келтіріп жатсың ғой. Деген бір ішіндегі бір өкпе реніші ызасынан туындаған сөз деп айтамын. Сондықтан шынымен де мен дінді оқыған маман ретінде айтарым, намаз оқып жүрген адамдарда, намаз оқымай жүрген адамдарда, жалпы кез келген жер шарында өмір сүріп жатқан кез келген адам күнәдан сау емес. Яғни пәк, таптаза, ойбай кіршіксіз, жаңағы таптаза, пәк ондай адам жоқ. Сондықтан мен де, сен де, бәрімізде осы күнә деген бәледен аман емеспіз. Бір-бірімізге күлетін жағдайда емес. Сондықтан жаңағы алаяқ деп айыптаған адам да, алаяқ деп айыпталған адам да екеуі де күнәден пәк емес. Сондықтан бір-бірімізді жамандап, анау сондай мынау деп айтатын ол артық болады. Сондықтан біреудің мінін көргенше, біреудің қатесін тергенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен алыс өлгенше дейді. Болатын елдің жігіттері бір-бірін батыр дейді. Сонда бір-бірімізді қолдап, жақсылыққа шақырып, өзір іздеп, бауырымыздың қатесін жасырып, қолдауымыз керек. Сондықтан иншалла, әлбетте енді күнәлі істі, өтірікті, жамандықты, азғындықты қолдамау керекпіз. Онымен күресу керекпіз, оларды ашық айтуымыз керек. Бірақ қалай айтуымыз керек? Жаңағы ұрып, соғып, айғайлап, боқтап, кемсітумен бе? Олай болмайды. Көркем мінезбен, жақсы қарым-қатынаспен. Қазақ айтады ғой, жылы-жылы сөйлесең, жылан іннен шығады дейді. Жақсы сөзбен, көркем мінезбен, жалпы жақсы қарым-қатынаспен, хикметпен, даналықпен адамдарды жақсылыққа шақыруымыз керек. Намаз оқып жүргендер, дін жолында жүрген аға бауырлар, әпке қарындастар, намаз оқымай жүрген, орамал тақпайтын, енді қысқа киетін, ашық жүрген, немесе темекі тартатын, бірақ өзін мұсылман есептейтін, мұсылман болмаса да, намаз оқып жүргендер, дін жолында жүргендер, діннен алыс немесе мұсылман емес, еш қайсын кемсітіп, тіл тигізіп, сен кәпірсің, сен намаз оқымайсың, қысқа киесің, сен анаусың, мынаусың, дозаққа түсесің, шайтансың деген сөздермен Алла сақтасын, бұл дұрыс емес, пайғамбар үйретпеген. Біздердің осы іс-әрекетіміз адамдарды діннен бездіріп жатыр керісінше. Сондықтан ешкімді кемсітпей, ұрыспай, айғайламай, үркітпей, шошытпай, жақсы қарым-қатынаспен, көркем мінезділікпен шақыруымыз керек. Намазхандардың осы мәселесі әлі де жеткіліксіз. Алла баршамыздың білімімізді арттырсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Алла разы болсын.